Енді кекс дайындау үшін оның құрамына мүлдем сүт те айран қосудың қажеті жоқ. Жай ғана шай қоса отырып, дәл осындай жұмсақ кекс дайындауға болады десем сенесіздер ме? Алдымен жұмыртқаның үстіне қантты салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Қант еру керек міндетті түрде. Кейін үстіне сұйық майды, жылы шай құямыз. Шай міндетті түрде жылы болу керек. Оның үстіне разрыхлительді какаоны салып, барлығын жақсылап араластыра аламыз. Және де міндетті түрде сүттен өткізіңіздер, себебі какаоның түйіршіктері қалып кетуі мүмкін. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Қамырымыз дайын болған қамырды формалочкаларға осылай құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттың ішінде пісіріп аласыздар. Міне осымен біздің кекстеріміз дайын, дәл осындай жұмсақ үлпілдек болып шығады. Әрине осындай тәтті кекстермен бірге міндетті түрде отбасымызбен бірге шай ішеміз. Біздің таңдауымыз құрамында ешқандай қоспасы жоқ, бояғыштар жоқ, кениялық Sunset Champion шайы. Міндетті түрде дайындап көріңіздер осы рецепт бойынша, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.